Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге кез келген тағаммен ұсынылатын морковный салат дайындайтын боламыз. Каналымды қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар және видеоның астында поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Морковный салатқа керек ингредиенттер: морковь, пияздың жартысын пайдаланамыз, сарымсақ, паприка, қара бұрыш, ұнтақталған кориандр, қызыл ащы бұрыш, уксус, сұйық май, тұз, қант керек болады. Ең алдымен морковты ұзынша көзді теркадан өткізіп дайындап аламыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз және жарты 2 шай қасық қант қосамыз. Қолмен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қалауыңызша паприка қосамыз және қара бұрыш қосамыз. Қызыл ащы бұрыш қосамыз, ұнтақталған кориандр қосамыз және ұсақтап туралған сарымсақты қосамыз. Табаға 50 грамм сұйық май құйып қыздырамыз. Жарты пиязды турап саламыз. Пиязды қызарғанша дейін қуырамыз. Салатқа пиязды қоспай алып тастаймыз. Пияз салатқа дәм беру үшін қажет. Осы кезде 2-3 тамшы уксус құйдым. Уксус құйғаным видеоға түспей қалыпты. Енді салаттың үстіне ыстық майды құямыз. Морковный салатымызды жақсылап араластырамыз. Морковный салатымыз дайын болды. Кез келген тағаммен ұсынсаңыздар болады. Морковный салатты ащы салаттармен, фунчоза, хе из рыбы, корейский салаттарға қосып жасауға болады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Назарларыңызға көп рахмет.